Сауатташу 141 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын ережесін құра аламын ш дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен ш әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында ч әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Ш әрпін көркем жазасың. Балалар, суретте кімді көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл бірінші орын алған жеңімпаз адам. Ал жеңімпазды не деп айтады? Жарайсыңдар, жеңімпаз адамды чемпион деп айтады екен. Чемпион деп айтып көрейікші балалар. Чемпион. Қандай дыбыстан басталып тұр балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ш дыбысынан басталып тұр. Бүгін біз ш дыбысымен, әрпімен танысамыз. Қане бәріміз ш деп айтып көрейікші. Ш. Ш дыбысы балалар. Айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Яғни ш дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Біз оны көк текшемен белгілейміз. Балалар, тіл тарту жаттығуына назар аударайық. Ш дегенім чемпион, ел алғысы миллион. Тіл тарту жаттығуын жаттап алайық. Ч әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Чемпион сөзі. Чемпион. 3 буын бар екен балалар. 7 әріп, 7 дыбыс бар. Оның 3-і дауысты, 4-і дауыссыз дыбыс. Ч әрпі сөздің басында кездесіп тұр. Чемодан. Буынға бөлейік. Чемодан. 3 буын бар екен. 7 әріп, 7 дыбыс бар. Оның 3-і дауысты, 4-і дауыссыз дыбыс екен. Ч әрпі сөздің басында келіп тұр. Яғни балалар, ч әрпі көбінесе орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Сөздің басында көп кездеседі. Енді оқы тапсырмасына қарайық. Чек, чемпион, чемодан. Екінші тапсырма. Ертегіні рөлге бөліп оқы. Орманға қарай жүгірейік. Кім бірінші келер екен деп ұсыныс жасайды түлкі. Жарайды деп келіседі шаян. Шаян түлкінің құйрығына мықтап ұстап алады. Ал түлкі жүгіре жөнеледі. Түлкі зымырай жүгіріп орманға жетеді. Алдына қараса, шаян тұр. Балалар, ертегі ұнады ма? Ертегідегі чемпионды анықтаңдар. Шаян шынымен чемпион ба? Ойынмен бөліс. Сеніңше қайсысы чемпион? Бүгін дәптерімізге балалар, ч әрпінің бас әрпімен кісі әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 39 бетіндегі ч әрпіне берілген тапсырмаларды әдемі көркем етіп орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, іске сәт.